айтып отырсың ғой, енді отбасы құрмас алдын басынан шекараны ашып алу керек деп. Сен жалпы осындай жағдаймен өзің жолықтың ба? Мысалы, сен өзің тұрмысқа құрған кезде басынан шекараңды қалай құрдың? Сен қалай диалог құрдың және өзіңнің жолдасының анасына не деп айттың? Ол сендердің отбасыларыңа кірмес үшін. Талаптарың болды ма өзіңнің арнайы? Олай бізде енді маған немного повезло деп айтсам болады. Айтып отырмын ғой, басқа ұлттың жігітіне күйеуге шықтым, және бұл жақта кішкене басқаша все равно. Семья ол бөлек. Менің енем бір жақсы, өздерің жасаңдар, өздерің істеңдер, сендер бөлек отбасысыңдар, вообще кіріспеді. Бірақ енді бір-екі жерлері болды. Сол кезде мен ашық айттым. Мынандай жеріңіз маған мысалы ұнамады. Менің сізге жасаған ұнамайтын жерлерім болса, маған да айтыңыз деп та. Мысалы, екеуміз екі түрлі бөлек әлемде өмір сүргесін, маған мынандай заттар мысалы ненормально деп та. Ерсілеу көрініп тұр. Иә, ерсілеу көрінеді маған мысалы деп. Сосын ол кісі де маған мысалы сенің осылай жасағаның ұнамайды деп бір-бірімізге бір-екі жерде айттық. Қызық